Және де біз схемамен жұмыс жасайтын боламыз. Схемамыз бізде осындай қарапайым түрі. Мен сізге барлығын, как штук барлығын түсіндіретін боламын. Сол аяқты қазір бірге тоқимыз, оң аяқты да тоқимыз, бәрін үсті асты бәрін бірге тоқимыз, бірақ размерлерге келген кезде әртүрлі размерлер, өйткені біреулеріңіз 37, біреулеріңіз 38, 39 киюлеріңіз мүмкін, әркімнің аяқтарының размері әртүрлі. Және де біреудікі узкий болады, біреудікі жалпағырақ болады, сондықтан соның барлығын қазір мен айтып түсіндіремін, қыздар. Бірақ мен сіздерге кеңес беремін, өтініш сіздерден жіпті алып, крючоктарыңызды алып, дайын болғаннан кейін, мен қанша петелькамен бастап жатырмын, мен мына жағын қанша петелькамен бастадым, мына жақтарын қаншамен бастадым, қанша шишка тоқып жатырмын, менімен бірге тура солай қылып, мен тоққан жерге сіздер де тоқып, паузаға қойып, өзіңіздікін тоқып алып, ары қарай менікін қойып, менімен бірге тоқысаңыздар, сіздерде осындай әдемі бұйым тапочка шығатын болады. Одан кейін бұл размерге келетін болсақ, размер менде 38-39 размерге бұл как раз келеді. Аяқ киім сататын қыздарда айтады ғой, 38-39 бізде былай өтіп кетеді, 37 алмай қалады, 36-40 размерлер деп. Сондықтан 38-39 размерді бірге тоқиық. Егер де сіздің аяғыңызда болмай жатса, ештеңе етпейді, біреуге подарить ете саласыз, немесе жақыныңызға бере саласыз. Жақында міне праздниктар келе жатыр. Сондықтан қыздар, бірінші тура мен солай қатты беріліп нететінмін да бұрында. Жоқ, мен размерін шығарып алуым керекпін деп, ана видеода басқа размер көрсет, жоқ, мен ол размермен сәйкес келмейді деп, өзімнің размерімді таба алмай, өзім проблема создавать етіп отыратын. Сондықтан қыздар, менімен бірге, мен мына ортасына 16 петелька аламын ба, сіздер де 16 петелька алып, менімен бірге тоқысаңыздар екен, өтініш. Одан кейін барып аяқтарыңызға киіп көріп жатырсыздар. Егер де негізі бұл стандартный размер болғандықтан, бұл мен енеме де өзіме де как раз келетін размер. Мен мастерицама біреуін подарить еттім, оған да ұшақ келді. Ол кісінің размері кішкене аяғы жалпақтау. Енді бастайық қыздар. Бастамас бұрын мен сізге қазір размерлерін айтатын боламын. То есть 37 размерде қанша петелька аламыз, 38-де қанша петелька аламыз деген сияқты. Сондықтан соны қазір жақсылап түсіндіретін боламын. Бұл видеода сол өтінішім, менімен бірге 16 петелька алсам, 16 петелька, 17 алсам, 17, менімен бірге өтініш бірінші үйреніп алыңыздар. Одан кейін барып, мен сізге қазір размерлерін қалай шығару керек екен толығымен көрсетіп айтатын боламын. Содан кейін менімен бірге бастап тоқисыздар, Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Қазір мен сіздерге схемасын дұрыстап түсіндірейін. Қыздар, енді бұл жерде былай, мына мен екі схемам осылай нетіліп қойғам. Қазір бұл схемамен бірге жұмыс жасау барысында түсінікті болады. Мен мына жерге сала тұрмын. Ең бірінші, жаңа менімен бірге осындай бір тапочка тоқып болғаннан кейін мен сіздерге қазір өз размерлеріңізді қалай шығару керек екенін айтатын боламын. Қыздар, мен бұл платный мастер-классыма қатысып отқан жандарға ерекше бір алғысымды айтқым келеді. Көп рахмет, басым дейіп рахмет айтамын, маған сенім білдіріп, ақшаңызды маған беріп, білім үйренем деп отқандарыңызға көп рахмет. Екіншіден айтарым, қазір мен сіздерге оң аяқ және сол аяқты шығаруды көрсем. Бұның негізінде көп жерде айта бермейді. Сондықтан мен өз опытым бойынша және де жіпті экономдау түрін айтатын боламын, көрсететін боламын. Жіпті қалай экономдауға болады, басқалардан кішкене өзгешелеу жасаймыз. Ендеше кеттік. Так, бұл мастер-класста біз оң аяқ және де сол аяғын тоқимыз. Оң аяқ мына подошва және де сол аяқ. Екеуі екі түрлі болады. Бірақ үсті жағы екеуінікі уже бірдей болу керек, уже ол белгілі. Так, бізде мына мысалға мынау бізде сол аяқ. Оң аяқ және де сол аяқ. Сіздердің размерлеріңіз 38 мен 39-ға сәйкес келмейтін болса, мен мысалға сіздерге бере аламын. Мысалы, мынандай петля тоқы, 37-ге мынандай петля тоқы деп. Қазір оны да беремін. Өз опытымнан білемін, что кейбір петлялар сәйкес келмейді, өйткені әркім әртүрлі тоқиды. Бұл тапочкемізді орташа қылып тоқимыз, қатты тоқымаймыз, қатты жұмсақ қылып божыратпаймыз, яғни орташа темппен тоқимыз. Енді мен қазір сіздерге 16 петелькадан бастап көрсетемін.
16 петелька, воздушная петля дейді. Ол 38-39 размерге арналған. Міне, мен мына жазып қойын. 38 және 39 размерге біз 16 воздушная петля аламыз. 16 воздушная петля аламыз. Қазір воздушная петля деген барлығын қайтадан қайталап түсіндіремін. Негізі қыздар, мен YouTube каналымда салып қойған болатынмын видео. Столбики без накида, с накидом, воздушная петля дегеннің барлығын салып көрсеткен болатынмын. Соны бір қарап 5-10 минут жаттықсаңыздар екен деймін. Сөгіп қайтып тоқып, хотя бы 5-10 минут. Немесе өздеріңіз біліңіздер. Енді келесі 37 размерге біз 14 воздушная петля аламыз. 38, 39, енді 41 размерге, мына 36-37 размерге кетеді. 36-37 размер, 40-41 размерге 18 воздушная петля. Енді қыздар, міне размер осындай. Жалпы негізінде қыздар, воздушная петля жұпсан дейді ғой. 14, 16, 18, 20, 22, 24 осылай кеткен дұрыс болады. Өйткені біз оны ортасынан бөлеміз. 14 воздушная петля алдық па, оны қазір 2-ге бөлеміз. Мынаны 16 алдық па, оны 2-ге, мынаны 2-ге бөлеміз. Мына. 14, мысалы, воздушная петля дейді. Воздушная петля 14 2-ге бөлейік. 7, 8, 9 болады. Енді бұны неге бөліп жатырмыз? Қазір біз қыздар табанымыздың мына жақтары негізі узкилау болады ғой. Мына жақ кішкене болсын жалпайып кетеді, былай кетеді міне. Мына жақта да мына жеріне узкий, содан кейін бар былай кеткен. Вот осы жерін шығару мақсатында біз оң аяқ болсын, сол аяқ болсын, оның схемасын 2-ге бөлеміз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Қазір сіздерге воздушная петляны көрсетейін. Қазір бәрін бірге тоқиын. Анығымен қайта айтып, видео барысында қайталап айта берем. YouTube каналымда бір комментарий жазып қойыпты. Бір сөйлеміңді 2-3 рет қайталайсың деп. Вот мен осы платный мастер-классында қайтадан қайталай берем. Өйткені тоқыманы бастап жатқан қыздарға қиын болуы мүмкін. Так, енді бастайық қыздар. Қазір мен бұны әлі біткен жоқ. Бұл әлі біткен. Қыздар, бастағанда бұны тура осылай, негізі өздеріңіз білесіздер, бірақ просто алып бастағанда мен алдыңғы видеода, мен видеомда қазір саламын, қалай бастау керек, неден бастау керек, және воздушная петля, столбики без накида, с накидом. Қазір мен сол видеоны салып қоямын. Келесі видеолардан көре аласыздар. Вот соны ютубтағы мастер-классымда қайдан осы жерге салдым. Көріп үйреніп алыңыздар. Енді қыздар, қазір мен бастаймын. Бастап осы схеманы түсіндіремін. Жақсы ма? Так, жібімізді қолымызға алдық. Міне, жіп мына жерде тұр. Қолдарыңызды алыңыздар. Одан кейін барып, мына жақтағы жіпті осы алақанның үстіне қойып, міне. Мына саусағымыздан былай қарай жіпті өткіземіз. Өткіздік. Осы үш қолыңызбен қысып тұрыңыз мына жіпті. Сосын барып, міне қолымызда осындай жіп тұр, былай домаламды. Енді біз соны не істейміз? Біз соның крючокты мына жағынан қарай кіргіземіз. Кіргіздіңіздер ма? Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Жіпті ұстадық. Крючокты бір рет айналдырамыз басын. Одан кейін крючокты мына жақ былай астыдан қаратыңыздар да крючокты ішіне қарай іліп алыңыздар. Астынан қарап іліп алыңыздар. Екі саусақпен мына жақты қысамыз. Қысып тұрыңыздар. Крючокты былай қарай шығарамыз. Шығардық. Дұрыс па қыздар? Дұрыс. Бұл просто, бұл жаңағыда бірінші варианттан қарағанда, бұл түйін қалдырмайтын вариант. Түсінесіздер ме? Жаңада кішкене болсын түйін қалады. Бұл түйін қалдырмайды. Воздушная петляны тоқимын. Айтып отырмын ғой, келесі видеода мен подробно саламын.
Просто қазір мен мына видеода схеманы түсіндіру мақсатында воздушная петля жасайын деп жатырмын. Так, міне біреу. Міне мынаусы біреусі міне. Так, міне мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Қазір аспай қой тұрыңыздар. Мен бірінші схеманы түсіндіріп алайын. Мысалы, қазір просто мынаны қазір мына қанша болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 петелька болыпты. Енді қараңыздар. Аяғыңыз, мына оң аяқ, мына сол аяқ. Сіздің аяғыңыздың размері точно шығу үшін, ол үшін не істейміз? Біз мына воздушная петлямызды табандарыңыз бар ғой. Үсті жақ болса, мына асты жақ. Асты жақтың тура орта жағына былай қойып қойыңыздар. Мынау мен қазір мына параққа сыймайды, жаңағыдай үлкенірек болып тұр мына воздушная петлям. Сол үшін мен оны былай сөгітемін. Сіздерге түсінікті болу үшін, қыздар. Аяқтарыңызды осылай қойып қойыңыздар. Сіздің аяғыңыз деп есептеңіз. Осы жерден үсті жағынан 3 см, астыңғы жағынан 3 см қалдырып кетесіздер. Мына 3 см болса, 1, 2, 3 см болса, ол жақтан қалу керек. 1, 2, 3 см болса, мына жақтан қарай болса, сіздің петелькаңыз осылай міне. Тура міне осы ортасында осылай тұру керек воздушная петляңыз. Мен 16 тоқимын. 16 мен аяғымда тура осылай ортасында тұрды. То есть аяқтарыңызды аласыздар. Одан кейін мына жерде біз воздушная петля тоқимыз. Мен 16 тоқимын деп айттым. 16 петелька тоқимын. Вот. Осы 16 петелькаңыз тура мынау жібім парағымда қалай тұр міне. Осы осылай тұр ма? Тура сіздің аяғыңызда осылай тұру керек. То есть аяғыңыздың мына басына дейін воздушная петляңыз былай бетіп тұрмау керек. Өйткені біз қарасаңыздар, мынау бас жағы ғой міне. 16 петелька басылған жағы. Біз мына жағының барлығы бізге тоқылған. Мына жерден бізге басталды. Мына жағының барлығы бізге тоқылған, қыздар. Сондықтан біз воздушная петлямыз тура осылай ортасында тұру керек. Екі жақ шетінен, өкше жағымыздан 3 см, примерно есептейсіздер. Примерно осылай болады 3 см, 1 см мынандай. Примерно 3 см көп қалдырып қоймаңыздар. Мына жағынан да көп қалдырудың да керегі жоқ. Кішкентай бір қалдырудың да керегі жоқ. Өйткені біз мына петелька осылай тұрмайды, біз оның барлығын жан-жағынан былай қарай тоқимыз. Міне, мысалы былай тоқимыз. Айналдырып тоқи береміз. Вот, сондықтан қыздар не істейміз? 3 см міндетті түрде қалу керек. 16 петельканы өкшелеріңізге осылай қойып көріңіздер табандарыңызға. Ол неге? Бір тапочки тоқып болғаннан кейін осы өлшемді шығарасыздар. Ал дәл қазір менімен бірге тоқыңыздар. 16 петелька тоқи берейік бірге. Міне. Тура осылай 16 петелькамызды тоқып алыңыз. Ең бастысы түсіндіңіздер ғой. Аяғымыздың ортасына воздушная петлямызды осылай қоямыз. Одан кейін барып, мына жақ шетінде примерно осындай орындар қалуы керек. 3 см қалай есептеймін демей, просто осылай кішкене қалса болды. Түсінікті деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер артқа қарап қайтадан түсініп алыңыздар. Жалпы мына воздушная петлямыз осылай қалмайды. Бұлардың барлығы тоқылады. Тоқыла берген сайын ол орын ала береді. Сол кезде мына жерге тоқып біткеннен кейін, мына жақтан бітеміз. Біткеннен кейін аяғыңызға дәл келу керек. Тоқып болғаннан кейін просто подошва болып тұрады ғой, үстін тоқымай жатып аяқтарыңызға осылай киіп көріңіздер, қыздар. Ал мен сіздерге мына размерді беріп жатырмын. 37 размер аяғыңыз 37 размер болатын болса, сіз 14 воздушная петляны алып, мына жерге тура жатыр. Жалпы
мына воздушный петлямыз осылай қалмайды, бұлардың барлығы тоқылады. Тоқыла берген сайын ол орын ала береді. Сол кезде мына жерге тоқып біткеннен кейін, мына жақтан бітеміз. Біткеннен кейін аяғыңызға дәл келу керек. Тоқып болғаннан кейін мына просто подошва болып тұрады ғой, үстін тоқымай жатып аяқтарыңызға осылай киіп көріңіздер қыздар. Ал мен сіздерге мына размерді беріп жатырмын. 37 размер аяғыңыз 37 размер болатын болса, сіз 14 воздушный петляны алып, мына жерге тура жаңағыдай аяғыңызға, табаныңызға, басынан және аяғынан 300 сантиметр қалдырып, тура мына өкшеңізде қалатындай етіп, мынау аяғыңыздың ортасында қалатындай етіп, 14 петелькадан бастап тоқып көріңіздер. 16-дан бастаймын. 40-41 болатын болса, 18 петелькадан бастаңыздар. 18 петельканы аяқтарыңызға мынадай тоқып 18-ге дейін жеткізіңіздер. 1, 2, 3, 4, 5 деп санап. Одан кейін барып, аяғында 3 см, басында 3 см етіп қалдырып, одан кейін барып, ары қарай схема бойынша жұмыс жасаймыз. Енді бұл бір түсіндірген. Енді келесі қыздар, бізде схемамыз бойынша, мысалға, бұл бізде схема. Өте оңай схема. Мен мына жерде екіге, бұны схеманы екіге бөлдім. Ортасында қап-қара ручкамен бөлініп тұр екіге. Неге екенін қазір түсіндірем. Мен айттым сіздерге, тағы да айтам. Мен 16 петелька аламын. 38-39 размермен. 16-ны 2-ге бөлсек 8-ден болады. 8-ге келген кезде мен оны 2-ге бөлдім. Неге? Бағана айттым. Аяқтың мына жері бас жағы узкий болып келеді, аяқ жағы былай кішкене дәуетмін. Мына подошвадан қарасаңыздар көрінетмін. Аяқтың мына жағы узкий, одан кейін барып былай жалпиып кеткен. Осы формасын шығару мақсатында мен форманы 2-ге бөлемін. Мысалы, сіздер менімен бірге бір тапочки тоқып болдық дейік. Тоқып болғаннан кейін сіздер тура осы схемамен жұмыс жасайсыздар. Мысалы, 18 петелька алатын болсаңыздар, онда сіздер не істейсіздер? 9-дан бөлесіздер. Мына тура осындай схема барлық размерге бірдей. Ең бастысы, мына размерлеріңізге осындай жұп сандығы четное количество петель алып алсаңыздар кетеді. Одан кейін, мысалға, 14 петелькаға біз еті шықсаң, сіздер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ге келген кезде уже мына жақта схема уже өзгереді. Мен просто мына жерде ортасын 8-ге бөлдім, сіздер просто 7-ден бөле саласыздар. Ары қарай барлығы тура видеодағыдай, қазір мен барлығын подробно түсіндіретін боламын. Сіздер мысалға да 7-ге келген кезде сіздердің схемаларыңыз мына жақтан бастап өзгереді. Түсіндіңіздер, просто бұл жерде артықшылығы, басқа размерге тоқимыз деңіздер, артықшылығы тек қана осы цифраларда. Мен 16 петелька аламын, сіз 18 алсаңыз, 18-ге 2-ге бөлесіз, 9 қылып шығарып аласыз. Одан кейін мен мына жерде 8-ден бөлдім, мына 8 мен 9-дың ортасында, ал сіздер 9-дың ортасында бөлесіздер. Осы схемаға любой цифраны салып жұмыс жасай береміз. Так, схеманы размерді айтып түсіндірдім деп ойлаймын. Енді 100 метр жіптен, яғни то есть бір мотоктан, менде бір тапочки свободно, бір тапочки кәдімгідей шықты. Ол тағы да остаток болып қалып қалады. Тағы да бір жіпті қосып, одан тағы да бір тапочка шығарып алсаңыз болады. То есть бір моток 100 метр жіптен 2 тапочки шығарып алуға болады. Және де біз 2 подошваны бірге біріктіреміз қазір. Осы видеода түсініп кетейін. 2 подошва тоқимыз, бөлек-бөлек, мына подошваны бөлек тоқимыз. Мына подошваны бөлек тоқимыз. Одан кейін барып үстін тоқимыз әдемілеп. Одан кейін барып, мен сіздерге мына ортасын тоқып көрсетемін, шет-шеттерінің барлығын әдемілеп көрсетемін. Және де жіпті үнемдеу жолын көрсетемін. Ал олай болса, жіптеріміздің крючоктеріміз дайындап, менімен бірге подошвадан бастап тоқып мен сіздерге көрсетейін. Сабағымызды бастаймыз. Жалпы қыздар, кәдімгі жіп, любой жіпті алыңыздар. Менде қазір трикотажная пряжа Yarnart.
осылай крючогымызды ұстаймыз. Менде крючок номер 6, 5, 4 қалағандарыңыз ала берсеңіздер болады. Ал енді бастайық. Тоқыма тоққанда бізге осы 2 саусақ қатты керек болады. 2 саусақпен көбінесе жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан міне анығымен көрсетіп қойын сіздерге. Мына жібімді былай жинап қойын сіздердің көз алдарыңызда, кедергі келтірмесін. Ал енді бастайық. Бисмилля. Жібімізді алып, мына саусағымызды ораймыз. Бір рет домалатып. Ұрадыңыздар. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Менімен бірге қайталап отырған қыздарда нәтиже 100% болады. Өйткені көріп отырып жасасаңыздар жақсы да. Ертеңгісін қойып бірінші көріп алайын, сосын жасаймын деген әңгіме болмасын. Өйтпесе ол тағы да ертеңге қалып кетеді. Ертеңге қалдырған нәрсеңіз ол өмір бітпейді. Өмір жасалынбай қалады. Сондықтан давайте менімен бірге кірісіңіздер. Жібімізді мына орадық, жай ғана қарапайым орадық. Молодцы болды. Енді бізде мынандай круг пайда болды. Мына саусағымызды шығарып тастаймыз астына қарай. Бізде домалақ пайда болды. Енді кәдімгідей мына жібімізді мына саусағымыз тұрған тесікке, мына тесікке кіргіземіз. Міне. Кіргіздік. Барлығын былай қарай кіргізіп тастамаңыздар. Бізде жартылай кірсе болды. Мына крючогымыз сиятындай тесік болса болды. Міне. Болды, осы жетеді. Кішкене былай тартамыз. Немесе қолмен де тартсаңыздар болды. Бізде осындай түйін пайда болды. Бұл түйінге тиіспейміз. Бұл түйін уже есептелмейді. Бұл жай ғана бастамасы. Содан кейін мына жердегі петелькамыз бар ғой, жаңа кішкентай кірген. Бұл қатты прям кішкентай болудың керегі жоқ, өйткені ол сөгіліп кетуі мүмкін. Ал егерде біз сіздер осылай тоқитын болсаңыздар, бұл түйін астында қалып қалады. Көп болса бір 5 см шығарсаңыздар жетеді. Так, енді бізге қазір тоқымамызды бастау үшін не керек? Бізге воздушные петли дейді орыстар. Яғни біз бір қатарға петелька тоқитын боламыз. Түйініміз тұр. Бұл түйін саналмайды деп айттым. Мына крючогымда, мына не тұр, бағанағы петелька тұр. Енді не істеймін? Енді мына крючогымды жіптің астына былай айналдырамын. Бір рет былай айналдырамын. Айналдырдым. Крючокта мына жіп бар. Крючоктың мақсаты мына жіпті алып кеп, мына тесіктен шығару. Мына қолдарыңызбен жіпті ұстап отырыңыздар. Так, бастайық. Міне, крючогымда жіп тұр. Мына түйінді былай ұстап отырсаңыздар да болады. Мына жақтағы жіпті, мына жақтағы жіпті. Мына тесіктен шығарамыз. 1, 2, 3. Міне, біреу болды. Екінші, қайтадан мына крючогымыздағы крючокты жіпке айналдырамыз. Міне, крючок жіпті ұстады, Сіздерде ұсталып жатыр ма? Қалай болып жатыр? Шығып жатыр ма? Шықса хотя бір комментарий қалдырып кетіңіздер. Хотя бір смайл қалдырып кетіңіздер, мен түсініп отырам. Ал енді қайтадан жібімізді осылай шығарамыз. Қайтадан крючогымызды айналдырамыз бір рет. Міне, крючогымызда 2 жіп пайда болды. Мына жіп қазір саналмайды. Мына жіп мынаның астына қарай кетеді. Міне. Бұл астына қарай кеткен кезде мына жақ шеті уже үлкейе береді. Мына жақ шеті уже тоқыла береді. Менімен бірге қайталаңыздар. Давайте тағы да осындайдың 10 тоқып көрейік. Крючогымызды айналдырамыз. Мына крючок болады. Крючогымызды мына жіптің астына қарай кіргізіп айналдырамыз. Мына тесіктен шығарамыз. Крючогымызды айналдырамыз, тесіктен шығарамыз. Крючокты айналдырып, мына тесіктен шығарамыз. Мына астыңғы жағы бізде көбейе береді. Үстіңгі жағын біз тоқи береміз, шығара береміз. Тағы да асықпай көрсейін. Крючогымыз тұр. Басын айналдырамыз. Жіпті әйтеуір іліп алу керек бұл. Одан кейін мына жіпті ұстап, мына тесіктен шығару керек. Болды. Ал қыздар, енді біз санайық. Мысалға, сіздер бір мастер-классқа қатысып, либо сіздерге сіздер мақсаттарыңыз воздушная петля, 10 воздушная петля тоқы дейді, сіздерге тапсырма. Соны енді біз санау үшін, қыздар, ең басындағы түйін саналмайды. Одан кейін келесі бізде мысалға ағылшынша В деген әріп бар ғой, В. Мен осыны соған белгілі ұқсатамын да, В деген әріп. Тұр ғой,
сол егерде в деген әріп сияқты ұқсасып тұрса соған, демек сіз уже бір рет оқыдыңыз. Міне бір петелька. Мына түйінді былай нетсек, былай жылжытсақ, мына жер емес, мына келесі петелька бізде уже тоқылған. Мына біреу, біреу, екеу, мына в деген әріп сияқты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қараңыздар. Мына сіздердің тоқып жатқан петелькаларыңызда түйін тұр. Мына түйіннен бастадыңыздар, воздушный петля тоқыдыңыз. Сіздер былай қарай енді жаңағыдай жоғарылау үшін, ары қарай тоқыманы жалғастыру үшін бізге былай қарай жоғарылау керек болады. Сондықтан мынау екі ортаға, мына екі ортаға бір петелька тағы да қосымша бір воздушная петля тоқитын боламыз. Түсінікті ғой? Оны біз тоқымаймыз, ол бізге керек болады. Мына жерге жоғарыға көтеру үшін, әдемі мына овальный болып, әдемі болып былай айналуымыз үшін тағы да бізге бір петля подъема керек болады. Мына жоғарыға қарай көтерілуіміз үшін. Ал соны қазір петля подъема жасап көрейік. Тура солай, мен 10 тоқыдым ба, тағы да плюс бір рет мен не қосам, воздушная петля қосам. Крючокты немесе жібімізді былай айналдырып алып, мынадан шығарамыз. Демек, петля подъема керек, ол үшін бізге бір воздушная петля қосамыз. Менде 10 болды, енді 11. Түсінікті ғой? Петля подъема бізде тоқылмайды. Оны біз осылай белгілеп қоямыз. Белгіленген жер бізде тоқылмайтын петелька. Бұл петля подъема. Мына петелькамыз бізде. Мен осыны осылай белгілеп қоямын. Енді қыздар, ары қарай тоқуымыз үшін, енді былай қарай кетуіміз үшін біз не істейміз? Біз мына крючогымызда жіп тұр, біз оған тиіспейміз. Петля подъемаға мүлде тиіспейміз, оны тоқымаймыз, яғни мына жіптен бастап 1, 2. Екіншісіне қарай біз крючогымызды кіргізіп, ары қарай тоқимыз. Міне, қараңыздар. Петелькамызға кіргіздік. Кіргізгеннен кейін мына жіпті не істейміз? Крючогымызды айналдырамыз. Жіпті, крючоктың мақсаты жіпті шығару бері қарай. Міне. Молодец, шығарды. Екі жағы осылай бірдей болып тұрса, онда ол әдемі көрінеді. Енді қайтадан крючогымызды айналдырып, қайтадан мына жіпті крючогымызға алып келіп тоқып жібереміз. Бұл бізде не болады? Столбики без накида. Петлядан алған жіптерімізді ары қарай үлкейтіп жалғастырамыз. Мына керегі жоқ. Мына жерге қойып қояйын. Келесі тағы да столбики без накида дегеніміз мен сіздерге қазір көрсетемін. Тағы да давайте келесі мына тоқығанда келесі тесіктерге кіргізіп отырамыз. Мына бір тесік көрініп тұр. Крючогымызды осы тесікке тығып, крючогымызды осы тесікке кіргізіп, қайтадан мына немді алып шығамын, петелькамды. Бізде екі жіп пайда болды. Екі жіпті сразу тоқи саламыз. Қайтадан тесікке кіргіземіз. Қолымда только осы жіп қана бар крючогымда. Жібімді қайтадан алып келемін. Крючогымен айналдырып, осы тесікке кіргіземін. Тағы да бір көрсетейін. Тесікке крючокты кіргіздім. Міне, жіпті айналдырып алып келемін. Мына тесіктен кіргіземін, тоқып жіберемін. Жалпы түсінікті, столбики без накида дегеніміз осы. Ол осылай тоқылады. Мына жерде бірақ қатар. Ал енді бізге мысалға айтады. Полстолбик. Полстолбик дегеніміз не? Полстолбик дегеніміз бұл орташа түрі. Мен қазақшалап аударғанда орташа түрі деп айтам. Полстолбик кішкене, столбик без накидадан басқаша. Без накида дегеніміз мынау. Крючогымызды айналдырып жіпті екеуінен бір аталып шығара саламыз. Енді біз бұған полстолбик дегенге жіпті қосамыз. Так, крючогымда жіп тұр. Сіздерде жіп тұрған болар. Крючогымызды айналдырып алып келеміз. Просто жіп. Мына крючогымызға былай жіпті ілеміз. Болды. Жіп ілінді. Біреу, екеу, Енді не істейміз, қараңыздар. Келесі тесікке кіргіземіз. Мына жіпті былай ұстап отырыңыздар. Мына просто іле салған жіпті ұстап отырыңыздар. Мына ұстадыңыздар. Енді мына тесікке кіргіземіз. Кіргіздік. Қайтадан мына жіпті крючогымызға айналдырып кіргіземіз. Мына крючогымыз осы жіпті ұстау керек. Мына. Шығардық. Бізде қанша жіп болды? 1, 2, 3. 3 жіп. 3 жіпті сразу тоқи салатын болсақ, онда ол бізде полстолбик деп аталады. 3 жіптен мына крючогымыздағы мына тұрған жіпті сразу кіргізе саламыз. Мына. Қараңыздар, крючогымды айналдырдым, жіпті ілдім, сразу үшеуінен өткізе салам. Так, енді тағы да көрсетейін. Тағы да көрсетемін. Полстолбик дегеніміз. Просто крючогымызға жіпті ілеміз.
жіпті ілдік. Мына жіпті ұстап отырыңыздар. Одан кейін мына жіп уже артта қалады. Келесі мына тесікке кіргіземіз. Одан кейін бар мына жақтағы жібімізді қолмен аламыз. Міне. Крючогымызға ілеміз. Мына жақтағы жіпті ұстап отырыңыздар. Бұлай шығарамыз. Бізде крючогымызда 3 жіп. 3 жіпті сразу бұлай бір тесіктен тоқи салса, онда ол бізде пол столбик болады. Бізде пол столбик. Яғни столбики без накидадан бойы кішкене өскен. Тағы да көрсетейін, пол столбик дегеніміз не екен? Қайтадан крючогымыз мініп тұр. Жібімізді просто крючокқа іле саламыз. Осы жіпті мына бас бармақтарыңызбен ұстайсыздар. Келесі тесікті іздейсіздер. Келесі петелькамызды. Крючогымызды келесі тесікке просто кіргіземіз. Кіргіздік. Не істейміз? Жіпті бұлай алдына алып кеп қоя саламыз. Ол крючок жіпті алып шығу керек. Бұлай қарай. Алып шықты. Крючогымызда 3 жіп қалды. 3 жіпті енді бір атаға тоқимыз. Тоқу үшін жіпті немесе крючогымызды айналдырып, бір рет өткізе саламыз. Бір рет өткізе салдық. Столбик с накидом дегеніміз қалай? Осы біздің тапочки тоқуымызға қатты керек болады. Осы столбик с накидом. Оны түсініп алыңыздар енді. Біз крючогымызға қайтадан бағана пол тура, бұл пол столбик сияқты. Енді қараңыздар. Мына жіп тұр. Осы жіпті крючокқа іле саламыз. Ілдік. Мына қолыңыздарыңызбен, немесе мына саусақтарыңызбен қайсы сізге ыңғайлы басасыздар. Келесі тесікке былай жіпті айналдырғаннан кейін былай ұстаймыз ғой. Мына жіпті былай қойсаңыздар. Келесі тесікке іздейміз. Міне тесікке крючогымыз кірді ма? Вот кірді. Енді мына жібімізді қайтадан мына қалып келеміз. Міне крючоктың мақсаты жіпті ұстау керек. Бізде крючогымызда 3 жіп болды. Бұл пол столбик сияқты. Айтып отырмын, пол столбикта біз не істедік? Сразу 3-еуін тоқыдық. Ал бұл жерде столбик с накидом дегенде біз тоқымаймыз. 3-еуін бірге тоқып, 2-еуін тоқимыз. Міне мына 2-еуін. Қаны тоқып көрейік. Мына кішкене бай жинап отырмасаңыздар дәу кетеді. Міне бірінші 2-еуін тоқимыз. Міне, ой. 2-еуін тоқып алдық, міне, 1-еу, 2-еу. Енді мына жерде крючокта қалған 2-еуін тоқимыз. Міне. Вот молодцы. Молодцы. Демек, бұл пол столбиктан қарағанда бойы кішкене ұзынырақ болып көрінеді. Және де бұлай ашып қарағанда өзі көрініп тұрады. Міне бірінші мына 2 жіп тоқылғаны көрініп тұрады. Міне 1, 2. Одан кейін 2 жіп тоқылғаны көрініп тұрады. 1, 2. Вот, сондықтан оны солай ажыратсаңыздар болады, қыздар. Давайте тағы да тоқып көрейік. Так, крючогымызға жіпті былай айналдыра саламыз. Ешқандай қиыншылық жоқ. Бір қолыңызбен осы крючокты ұстап тұрамыз. Енді крючок келесі тесігімізге крючокты былай тесікке кіргізіп, мына жіпті қайтадан ілеміз. Міне жіпті шығарады. Крючокта 3 жіп пайда болды. Осы 3 жіптің ең бірінші 2-еуінен өткіземіз. Міне 1-еу, 2-еу өтті. Міне 1-еу, 2-еу. Енді қайтадан 2-еуінен өткіземіз. 2-еуінен өткіземіз. Молодцы. Тағы да қайталайық. Крючогымызға жіпті іле саламыз. Одан кейін барып, тесігімізді тауып алып кіргіземіз да. Міне. Тесігімізді тауып кіргізіп, бірінші 2-еуіне, одан кейін барып 2-еуіне тоқимыз. Так, түсінікті ғой, қыздар? Міне. Біз столбик без накида, пол столбик с накидом тоқыдық. Міне. Біз столбик без накида, пол столбик с накидом тоқыдық.
яғни бұны бойларынан ажыратамын мен. Мен өзім жалпы бойларынан ажыратамын шынымен де. Мына кішкене кішірек, орташа және де кәдімгідей бойшаң. Және де ашып қарасаңыздар, мына жерде көрініп тұрады. Екі жіпті бірдей тоқығанымыз көрініп тұрады. Мына жерде бірінші екеуін тоқыдық, одан кейін тағы да екеуін тоқығанымыз көрініп тұрады. Енді қыздар, болды қыздар, жалпы түсініңіздер, жалпы қыздар түсінікті деп ойлаймын. Барлық жаңағыдай сумкаға неше түрлі нәрселерге тоқи берсеңіздер болады бұл түрлерін. Қыздар, мен сіздерге бағана көрсеткен тоқымам, ол кішкене болсын түйін қалдырады соңында. Мен сіздерге қазір екінші вариантты көрсетемін, ол түйін қалдырмайтын вариант. Ал ендеше кеттік. Қайсысы оңай? Көріңіздер енді. Так, мен алақанды жайып көрсетейін. Алақандарыңызды жайып, мына жібім тұр ғой, мына ұзын жібі, мына жіптің басы. Осы жіптің басын, былай қарай көрсетейін. Осы жіптің басын мына жаққа қарай кигіземіз былай. Саусағымызға. Мына екінші саусағымызға кигіземіз. Жіптің басын алып, мына былай қарай екінші саусаққа кигіземіз. Мына үш саусақтың, мына былайша, мына екі жіпті, мына үш саусақ былай қысып тұру керек. Қараңыз, бізде мына саусағымызда уже жіп пайда болды, мына екі жіп ілініп тұр. Енді біз крючоктың көмегімен қазір біз бірінші петельканы жасайтын боламыз. Ол үшін крючокты былай қарай емес, мына жақ шетінен бастап кіргіземіз. Крючок мына жағынан бастап кіргіземіз. Саусағымыз былай қарай кетіп тұр ма, крючокты да былай қарай кіргіземіз. Міне. Молодец, крючок бірінші петельканы жіпті ұстады. Енді крючогымызды бір рет айналдырамыз. Қазір қалай тұр міне? Келесі бір айналғанда тура солай тұру керек. 1, 2, 3. Бір рет айналдырамыз. Бол, осы бір рет айналған жетеді. Енді мынау екі саусақпен, мынау бұралған жерді, жаңа бір рет бұрадық қой. Вот сол жерді саусақтарың ұстап тұрсын. Үстінде тұрған, мына саусақтың үстінде тұрған мына жіп бар ғой. Осы жіпті біз қазір крючогыммен ұстап аламын да, мына тесікке, мына петельканы шығарамын. Қараңыздар. Крючоктан, міне, крючокты тағы да бір рет мына жіпке қарай апарамыз. Міне апардық. Іліп аламыз жіпімізді. Іліп алдық па? Ілдік. Енді мына петелькадан шығарамын. Молодцы, міне. Бастамасы осы. Бізде уже бірінші петелькамыз дайын деген сөз. Да, қыздар? Шықты ма? Енді келесі міне. Тура солай. Столбик бұл 5 накида. Енді осы мына жерде тұрған тесікке, мына тұрған жібімді кәдімгідей кіргізе беремін. Өте оңай. Ары қарай кете береді. Ал тағы да бір рет бастап қойдық та. Алақанымызды ашып, мен алақанды ашып қайта-қайта көрсетіп отырмын. Мына жақ шетін, мына жақ бас жағын былай қарай айналдырып, саусаққа қарай кигіздіреміз. Менде мына кішкентай жақ шеті мына жағымда қалып қалды, міне. Одан кейін барып, менде осылай тұр, сіздерде осылай тұру керек. Үш саусағыммен мына жіпті ұстаймын. Енді келесі мына крючокпен мына жағына қарай кіргіздіремін да, крючокты бір рет айналдырамын. Крючок айналды, бір рет мына жақ саусақтағы енді жіпті алуым керек. Мына жақтан шығарам. Бұралған жерін, екі саусақпен ұстап тұрамыз міне. Біріншіден, екіншіден крючогымыздағы мына жіпті алып алып, мына жақтан шығарамыз. Ал қыздар, міне бұл ешқандай да түйін қалдырмайтын вариант. Міне қолға да ұстасаңыздар, ешқандай да түйін қалдырмайды. Сіздерге қай вариант ұнады? Қайсысы оңайырақ болды, түсінікті болды ма? Менімен бірге тоқи алдыңыздар ма? Комментария жазып кетіңіздер. Ал қыздар, енді біз оң аяқты тоқуды бастаймыз. Оң аяқты тоқу үшін мен арнайы осындай схема дайындап қойдым сіздерге.
Мен бұны арнайы пост қылып салатын боламын. Түсінбей қалған жандар үшін мен қазір осының барлығын сізге түсіндірейін. Біз қазір оң аяқтың формасын шығаратын боламыз. Так, давайте менімен бірге бастаңыз. Мысалға, мынау сол аяқ. Біз қазір мынау оң аяқты оқимыз. Ал жібімізді мынау саусағымызға орап, саусағымызды шығарып, жібімізді кіргіземіз. Саусағымызға жіпті ораймыз. Ұстап тұрамыз. Саусақты шығарып жібереміз. Одан кейін барып, мына жақтағы жіпті кәдімгідей байлай саламыз. Қиын емес қой? Қиын емес. Крючокты сиятындай тесік болса болды бізге. Қалған маңызды емес. Осы түйінімізді ұстап тұрамыз. Түйінімізді ұстап тұрып, біз мына саусағымызға жіпті іліп отырамыз. Және де крючокты бұлай айналдырып, крючогымызды айналдырып, жіпті ұстап алып, осындай қылып тоқимыз. Бұл воздушная петля. Мен қайтадан көрсетейін. Воздушная петля деген жаңа түйінді алдық, міне жібімізді, түйінді алдық, жіптеріміз шығардық, міне біреу, екеу тоқыппын. Қайтадан крючогымызды айналдырып, мына тесікке кіргіземіз. Крючогымызды айналдырып, мына тесікке кіргіземіз. Крючогымызды айналдырып, осы тесікке кіргіземіз. Бұл бізде воздушная петелька. Мен осындайдан өзімнің аяғыма размеріме 16 воздушная петля тоқимын. Бір, мына түйіннің мына жерін қарасаңыздар, тоже міне мына астында көрінбей тұрмын. Міне бір варп сияқты. Бұл бізде уже біреу саналады. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеу тоқыппын, енді 11 тоқын. Так, сіздермен бірге тоқыңыздар. Бесеу тоқыдым. 6, міне 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы. 16 тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 петелька. Дұрыс, 17 петелька. Так, енді схемамыз керек болады. Бұл схемамен қалай жұмыс жасаймыз? Мына жаққа қалай көтеріп қойдым. Бұны біз тоқымаймыз. Сразу мына келесі, бірінші рет 17 емес, сразу 16 тоқимыз. Плюс деген белгі менде столбик без накида. Ортасындағы цифралар бізде воздушные петли. 7 петелька. Яғни мен 17-ні былай белгілеп қойдым. Енді мен сіздерге көрсету үшін 17-ші петельканы төреуішпен белгілеп қоямын. Белгіледім. Мына петля подъемы тоқымаймыз. Мына келесі мына жерге ғана мына жерден бастап тоқимыз. Түсінікті, крючокта жіптір, петля подъемы тоқымаймыз. Келесі мына жанындағы петля подъеманың жанындағы жіптен бастап тоқимыз, қыздар. Столбик без накида тоқимыз. Так, біреу. Келесі әрбір тесікке осылай крючогымызды кіргізіп, жібімізді крючокпен алып шығарып, міне екі жіп қалды, екі жіпті жібімізді айналдыру арқылы тоқып тастаймыз. Келесі жіп, келесі петелькамызға жіпті орап шығарамыз. Екі жіп крючокта қалды. Крючогымызға жіпті айналдырып, екеуінен шығарамыз. Так, мына жердегі петля подъемы саналмайды. 1, 2, 3, 4, төртеу. Төртеу. Енді ары қарай 5-шісі. Крючогымызды айналдырып, жіпті шығарып, екеуін бірге тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, міне. 6-шісі, міне. 6-шісі. Крючокты осылай іліп, 2 петельканы кіргіземін. Крючокты кіргіземін тесікке, петелькамызға. Жіпті айналдырып алып шығамыз. Екі жіпті осылай қойып, міне крючогымызда екі жіп, мына жіпті іліп,
мен осы екі жіптен шығарам. Жалпы қыздар түсінікті ол шығар, иә, столбик без накида дегеніміз. Санайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-ші мына соңғысы столбик без накида. Ең соңғы столбик без накида. Так, крючогымды айналдырып, 2 петелька тұрады. Осылай айналдырамыз да шығарамыз, қыздар. Енді столбик без накида тоқыдық. Мына жақта 8 воздушная петля қалды. Осыны белгімен белгілеп қойдым. Бұл не белгі? Бұл бізде пол столбик деген белгі. Пол столбик дегеніміз, кәдімгідей крючогымызға мына жіпті былай іле саламыз. Ілдік. Енді келесі тесігімізді табамыз. Іліп болғаннан мына қолдарыңызбен ұстап отырыңыздар. Келесі жіпті, келесі петелькамызды ішіне шығарып, мына жіпті, мына крючогымызды шығарамыз. Мына жіпті қайтадан іліп, крючоктың өзіне береміз. Крючок ол жіпті алып шығу керек. Бізде 3 жіп қатарынан пайда болды. 3 жіпті біз сразу тоқи саламыз. Дәл осылай тоқи саламыз. 3 жіпті тоқи салдық. Сразу бұл бізде не? Ол бізде пол столбик. Кішкене жіптеріңізді осылай тартып қойыңыздар. Келесі дөңгелектен кейін мында 8-мен белгілеп қойдым. 8 дегеніміз ол бізде столбик с накида, яғни қазақша аударғанда күрделі түр. Бұл менде орташа. Енді біз қазір столбик с накидом ол күрделі түрін тоқимыз. Так, бастайық. Крючогымызға жіпті қайтадан ілеміз. Мін ілдік. Одан кейін мына тесігімізге, келесі тесікке крючокты кіргіземіз. Кіргізіп болғаннан кейін мына жіпті қайтадан ілеміз. Крючогымызға, крючоктың мақсаты осы жіпті алып шығу. Алып шықты. Одан кейін бар бірінші екеуін тоқимыз. Одан кейін бар екеуін тоқимыз. Мына қыздар. Столбик с накида. Менде мынау тесік. Тағы да крючогымызды айналдырамыз. Одан кейін мына келесі тесікке кіргіземіз. Тесікке кіргізіп болғаннан кейін жіппен крючокты бірге алып шығамыз да. Осылай бірінші екеуін тоқимыз. Одан кейін барып екеуін тоқимыз. Қайтадан крючогымызды айналдырамыз. Одан кейін мына тесікке кіргіземіз. Тесікке кіргізіп болғаннан кейін жіпті қайтадан крючогтың өзіне береміз. Крючок айналдырып петелькадан шығарады. 3 жіп болады. Екеуінен тоқимыз. Одан кейін барып екеуінен тоқимыз. Так, қыздар түсінікті шығар, менімен бірге тоқып отырыңыздар. Мына қараңыздар, бізде уже кішкене болсын ұзарып келе жатыр. Так, қайтадан осылай столбик с накидом тоқимыз. Соңына дейін тоқып жүрмеңіздер, асықпаңыздар. Орташа тоқуды ұмытпаңыздар. Мен осы орташа тоқу деп айтып отырамын. Өйткені басында көп қателік жібердім. Осы жай тоқып қоя беретін. Кейде қатты тартып тоқым. Менде көлем шықпай қойды. Сондықтан мен сіздерге айтамын. Қазір тағы да столбик с накидом тоқып жатырмын. Столбик с накидом, мысалға күрделі түрде, бірінші екеуін тоқыдық. Бұл столбик с накидомды біз мына жерде предпоследний, мына бірінші, екінші тоқылған жіпіміз бар ғой. 2 жіп қалу керек крючокта. Бір тесік, 2 петелька қалу керек. Мына бір петелька, екінші петелька. Яғни мына жерде воздушный петляны алған кезде ең бірінші тесігіміз, екінші тесігіміз последний и предпоследний. 2 тесік қалған кезде мына стоп дейміз. Біз мына жерде схемада жазылып тұр, домалақ болып круговать етіп қойдым. Ол бізде пол столбик. Демек, 2 последний және предпоследнийна мен не тоқимын? Пол столбик тоқимын. Енді тоқиық, қыздар. Крючогымды қайтадан жіпті былай іле салып, мына жақын мен жіпімді ұстап отырамын да. Осы предпоследний жіпке крючокты кіргізіп, жіпімді айналдырам.
менде крючокта 3 жіп пайда болды. 3 жіпті мен сразу тоқимын. Одан кейін барып последний қалды ғой, енді мына последний қалды. Бір тесіктен 4 рет пол столбик тоқимын. Бір тесіктен 4 рет пол столбик тоқимын. Ал енді соны тоқып көрсетейін сіздерге. Ал қыздар, міне бізде предпоследнийға пол столбик тоқыдық. Енді мына ең соңғы петелька қалды ғой. Енді осыған біз тоже пол столбик тоқимыз. Қазір міне қайтадан крючокқа жіпті іліп алдым. Молодцы. Енді мына последнийна былай кіргізем. Жіпті қайтадан былай іле саламын да, бір қолмен жіпті ұстап отырып, крючогымды шығарамын. Қайтадан крючокқа жіпті іліп, үшеуін сразу тоқи саламын. Молодцы. Бұл біреу тоқылды. Келесі тағы да сол крючокны последний жібіне мен қазір біреу тоқыдым. Енді екіншісін тоқиын деп отырмын. Міне жіпті былай ілдім, қыздар. Ұстап отырыңыздар. Міне кәдімгі жіпті осылай ілдіңіздер ме? Мына жіптен ұстап отырыңыздар. Одан кейін бағанағы тесікті тауып аламын. Мына былай шығып кетпесін. Міне ұстап отыр. Мына жағынан де ұстап отырсаңыздар болады. Мына саусақпен ұстап отырыңыздар. Мына тесікке, последний тесігіме кіргіземін. Қайтадан мына жіпті крючогыма беремін. Крючок алып шығару керек. Міне крючогымда 3 жіп. Қайтадан айналдырамын. Қайтадан айналдырып, міне 2 жіп болды. Міне біреу, екеу тоқтық. Қайтадан крючогымға жіпті айналдырып, мына жағында ұстап отырыңыздар. Қайтадан жібімді кіргізіп, міне шығарамын. Крючогыма жіпті алып, үшеуін бірдей тоқи саламын. Үшіншісі, ең соңғы 4-шісін тура посредний тесікке қайтадан кіргіземін. Мына жақтағы жіпті ұстап отырамыз. Мына дәу тесікке кіргіземіз. 3 нені қайтадан қайтарамын. Мына жерде предпоследний жібіміз бар. Предпоследний петелькамыз бар. Біз бұл жерде полустолбик тоқтық. Мына последнийнан 4 жіпті шығардық қой. Одан предпоследний бар. Мына қатарда біз оған дөңгелетіп қойған еді полустолбик тоқып. Біз демек мына жақ бетінде де біз полустолбик тоқымыз керек болады. Ал кеттік, полустолбик тоқиды. Предпоследний. Мынау последний болу. Ал енді предпоследний. Жібімізді қайтадан крючокқа орайып, мына жақ тесікке кіргіземіз. Міне 3 жіп болды крючокта. Үшеуін сразу тоқып жібереміз. Міне. Жалпы қыздар, мына жақта біз не үшін бір тесіктен 4-еу алып полустолбик жасап жатырмыз? Өйткені мына жақ жерді овальный болу үшін, әдемі болу үшін біз 4 столбикті бір тесіктен өткіздік. Енді қалған столбиктарымыздың барлығы мен жаңа сіздерге белгілеуді ұмытып кетіппін. Кешірім өтінемін, негізі осы белгі қалдырмаймын өз басым. Жалпы міне бізде 4 столбик тоқылды. 1, 2, 3, 4. Последний бір жіптен біз 4 рет пол столбик алдық. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-шісі бізде, 9-шісі бізде пол столбик болған болатын. Мен оны белгілей салайын. Біз енді мына жерге дейін столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом. Енді міне қайтадан крючогыма жіпті ілемін. Бізде міне крючокты жіпке айналдырдық. Мына жерде тесігімізге өз басым. Жалпы міне бізде 4 столбик тоқылды. 1, 2, 3, 4. Последний бір жіптен біз 4 рет пол столбик алдық. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-шісі бізде, 9-шісі бізде полустолбик болған болатын. Мен оны белгілей салайын. Біз енді
мына жерге дейін столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом. Енді міне қайтадан крючогыма жіпті ілемін. Бізде міне крючокты жіпке айналдырдық. Мына жерде тесігімізге кіргіземіз. Крючогымыздан жіпті алып шығарамыз. Бірінші екеуін тоқимыз. Бұл бізде не? Столбик с накидом. Бірінші екеуін тоқимыз. Одан кейін барып екеуін тоқимыз. Міне дәл осылай мына жерге дейін тоқып шығамыз. Мен сіздермен бірге тоқимын, сіздер де менімен бірге тоқыңыздар. Так, айналдырып алып келеміз. Мына тесікке енді. Мына қарама-қайшы жағында, қай жағында тоқылып тұр, міне. Тура жағында соған тоқимыз. Тура бір тесіктен алып шығамын. Көріп отырсыздар ма? Жалпы сіздер тоқып жатсаңыздар түсінікті болады. Міне алдына екі жіпті аламыз. Одан кейін екі жіпті тоқимыз. Міне, молодцы. Қайтадан крючогыма жіпті ораймын. Қайтадан мына жақ тесікте мен мынаны тоқыдым ғой. Енді мына жақ тесігіне мынаны тоқимын. Үшеуін алдық. Тағы да бірінші екеуін. Одан кейін барып қалған екеуін тоқимын. Жалпы түсінікті, қыздар? Түсінікті деп ойлаймын. Қайтадан крючогыма жіпті іліп, мына жақ жіпті сап тұрамын да, келесі тесікке міне қарап алыңыздар. Мына жақ қарама-қайшы жағында қай жерде менде тоқылып тұр. Мына былай ашсаңыздар, крючокты былай ашсаңыздар, ол тесік көрінеді. Мына жақтағы жіпті шығармай ұстап отырамыз да, мына жақ тесікке кіргізіп жібереміз. Қатты тоқымаймыз, орташа тоқимыз. Одан кейін барып крючогымызды тартып аламыз осылай. Бізде үш жіп пайда болды. Бірінші екеуін, одан кейін барып екеуін тоқып тастаймыз. Молодцы. Бізде міне әдемі болып шығып келатыр да, қыздар. Так, енді қайтадан жібімізді алып, мына жақтағы жіпімізге кіргіземіз. Кіргізіп, бізде үш жіп пайда болды. Екеуін алып, екеуін тоқимыз. Мына жерде біз қарама-қайшы жағына қарасам, менде мына жерінде пол столбик тоқылыпты. Біз қазір оң аяқты тоқып жатқан себебінен біз мына жерде қазір пол столбик мына жерде тоқылып тұр ғой, біз мына жаққа пол столбик тоқуымыз керек еді. Бірақ мен қазір пол столбик емес, кәдімгі осындай столбик с накидымнан біреу тоқимын. Оның астыңғы жағына мен пол столбик тоқимын. Неге? Өйткені мына оң аяғымның, ойбай, сол аяғы. Мына оң аяғым шығу үшін мен бірінші мына жағына қарама-қайшы жағында пол столбик тоқылған ғой, мен о жағына кішкене столбик с накидымды қосып жіберемін да, астыңғы жағына пол столбик қосамын. Сонда бізде осындай әдемі форма шығады. Енді қайтадан мына жерде пол столбик емес, не тоқимыз? Столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом. Келесі мына жағына не столбик без накида тоқып тұр, кішкентай қарапайым тұр. Мен ол жерге міне жібімді алып, ұстап, пол столбик тоқимын. Түсінікті ма? Мына тесікке пол столбик тоқимын. Пол столбик деген үшеуін бірдей кіргізе саламыз. Бас жақ бітті, қыздар, молодцы. Біз уже тоқып әдемі қылып жасап келе жатырмыз. Так, енді мына жаққа дейін біз столбик без накида тоқимыз. Енді осы жақтағы абай болыңыздар, кішкене жұмсағырақ қылып тоқимыз. Қатты қысып жүрмеңіздер. Қатты прям мынандай жұмсақ болып кетпесін. Менімен бірге қарап отырыңыздар, міне. Просто крючокты қатты ұстамаңыздар. Мына жақ, енді мен мына жақпен бірге біріктіре алмаймын. Өйткені мына жер бізде бой ұзында, мына жақ бізде бой қысқа ғой. Сондықтан да орташа алыңыздар, міне. Орташа болып тұр. Міне алдық.
көрдіңіздер, қатты да жуан емес, қатты да не емес. Бір-біріне нетіп тұрса болды. Совпадать етіп тұрса болды. Біреу. Міне. Қайтадан крючокқа кіргізіп, қатты қыспаңыздар, қатты қысуға болмайды. Мына жерде соңғы петелька бар, оны ұмытпаймыз. Енді келесі бізде петля подъема. Осыған келіппіз. Петля подъема. Қазір бұны не үшін белгілегенді айтам. Так. Енді біз бұл жерге қыздар, неміз бар ғой, петелькамыз. Вот содан мен крючокты кіргіздіремін. Тура столбик без накида тоқимын, бірақ бір тесіктен үшеу алып шығарамын. Қараңыздар. Крючокты кіргіздім, жіпті алып шығамын. Екі жіпті бірдей тоқып жіберемін. Крючогымды қайтадан сол тесікке кіргіздіремін. Қайтадан столбик без накида тоқып жіберемін. Қайтадан сол тесікке крючогымды кіргіздіремін. Яғни бір тесіктен мына үшіншісі. Үшеуін алып шығамын. Болды. Көрдіңіздер ма? Бізде мына жері овальный болды. Петля подъемадан мен 3, 1, 2, 3 рет столбик без накида тоқыдым. Так, енді қайтадан мына басынан бастаймыз. Басынан бастап столбики без накида тоқимыз. Кәдімгідей қатты тартпаймыз, орташа. Мен мына жақтарын мен жұмсағырақ тоқайын деп айттым, Вот мен қазір жұмсағырақ тоқып жатырмын. Қатты бұлжыратудың да қажеті жоқ енді. Столбик без накида. Крючогымды петелькамызға кіргізіп, жіпті іліп алып, екеуін сразу тоқи саламын. Мына жақ шеті овальный болып келеді, бұл менде өкше жақ шеті. Так, мына жерде бізде пол столбик тұр, мына жерде біз бірінші қатарда пол столбик тоқыппыз. Мен мына жерде белгі қалдырып кеттім. Келесі рет, екінші реттен былай көтеріліп келе жатырмыз. Мына жерге келдім, менде пол столбик тоқылған жерге қайтадан мен пол столбик тоқиды екенмін. Қайтадан пол столбик тоқимын. Крючогыма жіпті аламын. Бірінші мына белгімді шығарып тастайын. Крючогыма жіпті алып, мына жақ петелькадан кіргізіп, одан кейін барып жіпті осылай шығарамын. Крючогыма жіпті айналдырып, үшеуін бірден тоқып жіберемін. Келесі бізде орта жақ бізде столбик с накида. Қайтадан крючогыма жіпті ілемін, мына жермен қолды ұстап тұрамын. Петелькамызға кіргіздіремін. Қайтадан мына жіпті өзіне беремін. Жіпті алып шығады. Бірінші екеуін тоқимын. Одан кейін барып екеуін тоқып жіберемін. Қайтадан жіпті алып ұстап тұрамын. Бірінші екеуінен, одан кейін барып екеуіне тоқимын. Бірінші жіпті кіргізіп, мына жағына кіргізіп, үшеу болып, бірінші екеуіне тоқимын. Одан кейін барып екеуіне тоқимын.
келесі тағы да тура осылай столбик без накида. Мына предпоследний жібімізге дейін осылай столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидамды мен восьмеркамен белгіледім. Сіздер мына жерден көріп отырсыздар, ол қалай тоқылатын. Мына жер бізде последний петелька екеніміз көрініп тұр. Мына мен қазір тағы да біреуін тоқимын, сонымен біз предпоследнийіне келеміз. Мына біз енді предпоследнийіне келдік, қыздар. Бірінші айтады, мына бір петелькадан бір пол столбик, бір столбик без накида шығар деп тұр. Демек біз мына біз бір рет пол столбик тігу үшін кәдімгі жібімізді ұстаймыз, крючокты кіргізіп жіпті алып шығамыз да. Крючокта жіп үшеуі болады, сол үшеуін сразу тоқи саламыз. Бұл бізде пол столбик. Және де бір плюс деген мына жерде тоқыдық қой, мына плюс деген белгі бізде столбик без накида. Мен мына жерге жазып, столбик без накида. Тура жаңағы пол столбик шығарған тесігімізді қайтадан крючокты кіргіздіріп, жібімізді алып шығамын. Екі жіп болды, столбик, екі жіптен сразу тоқи салам. Бұл менде столбик без накида. Так, енді схемамызға қайтадан қарайық. Бізде мына рет бітті. Біз бір рет пол столбик тоқыдық, бір рет столбик без накида. Енді бізде последний петелькамызға өтті. Соның ең біріншісіне дейді, екі рет, міне бір петелькадан екі рет, екі стрелка тұр ғой, екі рет столбик без накида тоқы дейді. Мына жақта да тоже екі рет столбик без накида тоқы дейді. Дәл қазір. Так, енді мына жерде последнийда біз бір петелькадан 4 пол столбик шығарған болатынбыз. Соның ең біріншісі міне 1, 2, 3, 4. Соның ең біріншісіне біз не істейміз? Екі рет столбик без накида тоқимыз. Кіргіземіз крючокты, жіпті алып шығамыз. Тура сол петелькамызға қайтадан жіпті кіргіздіріп, екі петелька алып шыға саламыз. Біріншісіне, екіншісіне тағы да біреу, столбик без накида біреу, тағы да тура сол тесігімізге столбик без накида. То есть, қыздар, түсінесіздер ме? Бір петелькаға біз екі-екіден кіргізіп жатырмыз. Міне. Так, енді келесі үшіншісіне бір петелька, екі, үшеу. Үшіншісіне бір рет пол столбик, бір рет столбик с накидом тоқимыз. Міне, бір рет кіргіздік қой, мына жіпті шығардық. Пол столбик деген үшеуін тоқи саламыз. Тура осы тесікке қазір қайтадан столбик с накидом тоқимыз. Жіпті аламыз, мына жіпті ұстап тұрамыз да, мына жақ жіпті суырып аламыз. Так, бір пол столбик, бір столбик с накидом тоқыдық. Так, енді келесі ең соңғы петелькамызға екі рет столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеуін шығарамыз. Бір петелькадан екеуін шығарамыз. Тура осы тесікке қазір қайтадан кіргізем. Біреу, бұл столбик с накидом. Біреу, қайтадан сол тесікке кіргізем. Екеу. Енді мына қатар бізде мына жақ жіпті аламыз, мына жіпті ұстап тұрамыз да, мына жақ жіпті суырып аламыз. Так, бір пол столбик, бір столбик с накидом тоқыдық. Так, енді келесі ең соңғы петелькамызға екі рет столбик с накидом тоқимыз.
біреу екеуін шығарамыз. Бір петелькадан екеуін шығарамын. Тура осы тесікке қазір қайтадан кіргіземін. Біреу. Бұл столбик с накидом. Біреу. Қайтадан сол тесікке кіргіземін. Екеу. Екеу. Енді мына қатар бізде мына жақ бөлігі бітті, молодцы. Енді бізде предпоследний бар ғой. Предпоследнийімізға не дейді? Алдында мына дөңгеленіп бір полустолбик тоқыдық. Енді тура содан 2 рет столбик с накидом тоқы дейді. Крючогыма жіпті айналдырып, тура сол предпоследнийімізға жіпті крючогымызды қойдым. Мына жақ жіпті былай қарай айналдырып, былай қарай бере саламыз. Так, бұл менде 1, 2. Қайтадан сол жіпке кіргізем. Біреу, екі. Молодцы. Молодцы, қыздар. Бізде уже бас жағы уже аяқталып келе жатыр оң аяғымыздың. Енді мына жақтан тоқып жібереміз, сонымен болды, бітті. Солай біз қалай тоқыдық? Столбик с накидом ба, столбик с накидом болып кете береді. Столбик с накидом. Қайтадан жібімізді іліп алып, крючокқа кіргіздіріп, менде жібім бітейін деп қалды. Осындай болып жіп бітіп қалып жатса, былай екеуін байлап жіберіп, қосып жіберсек болады. Так, қайтадан аламыз. Мына жіпті былай астыға қарай кіргізіп жібереміз. Жалпы қиын емес қой, қыздар, қиын болып жатқан жоқ па? Барлық түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Мына жерге дейін біз столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом дегеніміз крючогымызға жіпті айналдырып, мына қолмен ұстаймыз. Келесі тесікке кіргіземіз. Одан кейін мына жақтағы тұрған мына жіпті немесе былай қарай алдыға қарай лақтыра салыңыздар. Жіпті ұстап шығу керек. Крючокта 3 жіп, бірінші екеуінен шығарамыз. Одан кейін бар екеуінен шығарамыз. Мына жерде бізде полустолбик тұр екен. Полустолбиктің тұрғанын уже сразу білуге болады. Мына петелька уже үшеуі, 1, 2, 3, үшеуі былай сразу тоқылып кеткен, сразу содан көруге болады. Демек, мына жерде менде полустолбик, мен ол жерге столбик с накидом тоқып жіберем. Столбик с накидом тоқып жіберем. Келесіне мен керісінше полустолбик тоқым. Полустолбик тоқым. Бізде оң аяқтың формасы шығады. Одан кейін қалған мына жерлердің барлығына мен столбик без накида тоқим, жұмсақ қылып тоқим. Қатты қылмаңыздар. Біреу, екі. Мен байқасаңыздар, мен санамаймын. Мен санасам басым айналып кетеді. Мен қалған жіптерінің барлығын мен столбик без накида тоқып жатырмын. Плюс деп тұр ғой. Столбик без накида. Ал енді қыздар, мына жерде бізде 3 жіп тұр. 3 жіпті біз не істеген едік? Басында бір петелькадан 3 шығарған едік қой. Енді соның әр қайсынан 2-2-ден шығарамыз. Так, біреу,
екеу. Ортасындағы петелькадан тағы да біреу, екеу. Шеткісінен, үшіншісінен тағы да біреу, екеу. Молодцы қыздар, осымен сабағымыз аяқталды. 6 рет қосарымызды қостық. Енді осымен аяғымызды оң аяқты бітіреміз. Егер де қыздар сіздердің аяқтарыңыз мысалы 40 размерде, үлкен размерге тоқитын болсаңыздар, мен сіздерге оның да мына схемадан көрсеткен размер. Осы жерден уже бітіп тұр. Қараңыздар, 40 размерден кейін жоғарыға қарай нетсеңіздер, тоқитын болсаңыздар, қараңыздар, мына жердің барлығы оң, қалған размердің барлығын біз қазір мына жерде мен X деп қойдым. Мен осы жермен бітіремін. Ал сіздер ары қарай столбик без накида тоқи бересіздер. Бұл оң аяқтың размері. Егер де сіздердің размерлеріңіз 40 размерден асса егер, тоқи бересіздер, соңына дейін кетеді. Тек қана мына жерде ғана бір рет пол столбик, бір рет жаңағыдай столбик с накидом тоқыған жерде сіздер 2 рет ғана столбик без накида тоқисыздар. Қалғанның барлығы столбики без накида. Уже схемадан да көрініп тұрған шығар. Столбики без накида. Мысалға сіздер ары қарай 40 размерге тоқу керек болса, мына осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Жалғастыра бересіздер да осылай. Соңына дейін жалғастыра бересіздер. Одан кейін барып мына жақта ашып қараймыз. Ашып қарасаңыздар, мына жерде көрініп тұрады. Мына схемамен жұмыс жасасаңыздар, барлығы түсінікті. Так, бізде мына жерде мысалы бір рет пол столбик тоқылған. Бір рет пол столбик, бір рет столбик с накидом тоқылған. Осы жерге ғана 2 рет столбик без накида. Осын 1-2 рет ғана тоқысыр болды. Қалған бәрі осындай столбик без накида. Барлық жерін без накида тоқи бересіз. Сол кезде оның көлемі кішкене болсын, мынанша қосылады. Өкшесіне келген кезде біріншісінен 2 рет столбик с накидом, столбик без накида. 1 рет қосасыздар, 2 рет қосасыздар, 1 рет қосасыздар, 2 рет қосасыздар. Ал енді өкшесіне келіп аяқтаймыз. Мына петелькаға, жанындағы петелька тұр ғой, вот соған қазір кіргіземіз. Міне. Кіргіземіз жібімізді. Және де соединительная петелька дейді осыны. Және де мына бұлай тоқып кетпейміз. Тура мына жіпті аламыз да, мынаған кіргізе саламыз. Міне, қараңыздар. Кіргіздік. Міне, бізде осылай болып шықты. Енді мен жіпті осылай қалдырмайым ғой, оны қазір жинаймын. Мына жаққа бай нетіліп тұрған сияқты, бір-біріне жалғанған сияқты аламын. Так, кеттік. Тура мына петельканың артқы жағынан қарасаңыздар, осылай 2 шов сияқты тұрады. В әріп сияқты деп айттым ғой. Тура осының артқы жағынан кіргіземіз. Артқы жағына кіргіземіз. Одан кейін барып, тура мынаның жанындағы петельканың например, екіншісінің алдына қарай келтіріп шығарамыз да, одан кейін мына жақтан шығарып, осымен петелькамызды, шовымызды барлығын осымен аяқтаймыз. Соңында бізде бұлай кеткен болады. Ал қыздар, осымен бізде оң аяқ дайын болды. Аяқталды осымен біздің сабағымыз. Бастаймыз қыздар. Бастағанда
мен сіздерге үйреткен әдіс бойынша жібіміздің басын осылай мына саусағымызға өткіземіз. 3 саусақпен мына 2 жіпті қысамыз. Мына жақтан крючокты кіргіземіз. Былай міне крючокты бір рет айналдырып, 2 қолмен мына жіпті ұстаймыз. Мына жақтағы жіпке крючокты кіргізіп, мына тесіктен шығарамыз. Бұл басы. Так, бұл 1, 2, 3, 4. Орташа тоқымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Петля подъема 1 петелька қосамыз. Менде мына жерде 16. Тағы да 1 қосам, 17 болды. Тағы да 1 рет санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 дұрыс. Қыздар, енді 17-ші петельканы белгілейміз. 17-ші петелька. Бұл 17-ші петельканы тоқымаймыз. Сразу мына 16-ға өтеміз. Бір петелька мына ортасында қалады. Келесі реттен бастаймыз. Бұл ретті столбики без накида. Без накида дейміз, қалай тоқылады. Қазір менімен бірге тоқыңыздар. Так, бір петелька қалдырамыз. Мына ортасындағы бірге емес. Ортасындағы емес, мына шеткі петелькаға крючокты кіргіздіреміз. Кіргіздік. Жіпті аламызда шығарамыз. Одан кейін барып крючокқа жіпті іліп, 2 жіптен сразу былай шығарып тоқи саламыз. Тағы да қайталаймын. Крючокты тесікке кіргіземіз петелькаға. Крючокты айналдырып шығарамыз. 2 петелька болады. 2-мен өткізе саламыз. Тағы да әр петляға кіргізіп, жіпті алып шығып, 2 не қалғанда сразу тоқып жүреміз. Тура дәл осылай қыздар. Крючокқа, жіпке крючок кіргіздіріп, 2-ін бірге тоқимыз. Кіргіземіз, бірге тоқимыз. Енді санаймыз. Біз, мен мына ортасына бөлдім ғой, соға дейін біз столбики без накида тоқимыз. Санаймыз. Мына жерде 17-ші петля подъема саналмайды. Мынау саналмайды. Мынадан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да 1 рет столбики без накида. Кіргізем. Крючокты шығарамын. 2 петельканы бірге тоқимын. Столбики без накида. 8 болды. Тағы да санайым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбики без накида тоқыдым. Міне, біз мына ретте келе жатырмыз. Столбики без накида тоқып келе жатырмыз. 8-ші менде полустолбик. Мен полустолбик тоқимын. Оны қалай тоқимыз? Крючокты бір рет айналдырамыз. Петелькаға кіргіземіз. Жіппен бірге крючокты алып шығамыз. Бізде крючокта 3 жіп болды. Бағана 2 жіп еді ғой. Енді бұл жерде 3 жіп. 3 жіпті сразу тоқимыз. Бұл бізде полустолбик. Енді ары қарай последний және де предпоследний жібімізді қалдырып, оға дейін біз столбики с накидом тоқимыз.
столбик с накидом дегенimiz крючокпен мына жерге кіргізбей тұрып бірінші жіпті айналдырамыз. Одан кейін барып петляға кіргіземіз. Жіпті айналдырып кіргіземін. Міне. Тура жаңа полустолбик сияқты. Полустолбикте мен үшеуін бірдей тоққам. Бұл жерде мен бірінші, екеуін бірінші тоқимын. Менде петелькада екі жіп қалды. Енді сол екеуін тоқимын. Тағы да столбики с накидом. Крючокқа жіпті айналдырамын. Петелькаға кіргіземін. Крючокта үш жіп қалды. Екеуін бірінші тоқимын. Одан кейін екеуін тоқимын. Так, крючокты айналдырамын. Менде жіп бітті. Мен осыны кәдімгідей байлаймын енді қарапайым түрде. Бұның бәрі бізде астына кетсе болды. Қалғаны маңызды емес. Так, столбики с накидом. Крючокқа жіпті айналдырамын. Петелькаға кіргіземін. Бізде мына жіп, қосылған жіп астыға қарай кету керек. Одан кейін мен істеймін. Крючокқа жіпті айналдырып аламын да. Бірінші екеуінен өткіземін. Одан кейін екеуінен өткіземін. Жіпті крючокқа айналдырамын. Петелькаға өткіземін. Менде үш жіп болды. Бірінші екеуін тоқимын. Одан кейін екеуін тоқимын. Үшеу болды. Бірінші екеуін тоқимын. Одан кейін екеуін тоқимын. Бізде қарасаңыздар, воздушная петлядан последний және предпоследний қалды. Осы предпоследнийдан, мына қараңыздар, последний бір рет полустолбик тоқимыз. Одан кейін барып последнийнан бір жіптен 4 рет полустолбик алып шығамыз. Енді мына последний және предпоследний. Предпоследнийна полустолбик тоқимыз. Ол үшін крючокты жіпке ораймыз. Мына тесікке кіргіземіз. Крючокпен жіпті алып шығамыз. Үш крючокты үш жіп тұр. Үшеуін сразу тоқып жүреміз. Крючокқа жіпті айналдырамыз. Міне. Соңғы петелька. Бізде үш жіп. Сразу үшеуінен өткіземіз. Осы последний петелькаға тағы да біреуін тоқыдым. Мен тағы да үш рет полустолбик. Крючокқа жіпті айналдырамыз. Біреу, екеу. Тағы да екеу тоқимыз. Крючогымызға жіпті айналдырамыз. Тура мына тесікке кіргіземіз. Ой, кешірмеймін. Мына тесікке кіргіземіз. Bir, екі, үш, төрт. Молодцы. Біз бір петелькадан 4 рет полустолбик шығардық. 1, 2, 3, 4 мін. Мына жақтан басып қарасаңыздар көрінеді. 1, 2, 3, 4. Енді бізде схемамызға қараймыз. Мына жерде қарасаңыздар 4 рет тоқып болғаннан кейін асты жағында 1 рет тағы да полустолбик тұр. Өйткені біз мына жағында полустолбик тоқылдық, мына жағында.
Вот. Енді қарама қайшы жағынан қараймыз. Қарасаңыздар, өзі тесік тұрады, міне. Осындай міне. Мына жақта бір тесік тұр, міне, көріп отырсыздар. Мына жақтарында міне, орталарын ашсаңыздар, тесіктер көрінеді. Вот осы тесіктерге қазір біз тоқып шығамыз. Әрқайсына қазір тоқимыз. Қазір біз полуслобик тоқимыз. Өйткені мына жерде бізде полуслобик тоқылған. Крючокқа жүктелеміз. Үш жіп болды крючокта, сразу үшеуін тоқып саламыз. Енді мына жақтарының бәрінде бізде столбик С накидом. Мына қараңыздар, столбик С накидом. Мына жерге дейін. Столбик С накидом. Крючокқа жүктелеміз. Столбик. Өйткені біз мына жағында біз полуслобик тоқылдық, мына жағында. Вот. Енді қарама қайшы жағынан қараймыз. Қарасаңыздар, өзі тесік тұрады, міне. Осындай міне. Мына жақта бір тесік тұр, міне, көріп отырсыздар. Мына жақтарында міне, орталарын ашсаңыздар, тесіктер көрінеді. Вот осы тесіктерге қазір біз тоқып шығамыз. Әрқайсына қазір тоқимыз. Қазір біз полуслобик тоқимыз. Өйткені мына жерде бізде полуслобик тоқылған. Крючокқа жүктелеміз. Үш жіп болды крючокта, сразу үшеуін тоқып саламыз. Енді мына жақтарының бәрінде бізде столбик С накидом. Мына қараңыздар, столбик С накидом. Мына жерге дейін. Столбик С накидом. Крючокқа жүктелеміз. Келесі тесікке шығарамыз, міне. Үш жіп болды. Бірінші екеуін. Одан кейін екеуін тоқимыз. Сіздерде мына ярнард деген мен алған жіпті сіздер алатын болсаңыздар, бұның бағасы арзан тұрады ғой. Осындай ішіне кездесіп жатады. Бұл норма деп қабылдау керек сияқты. Өйткені мен бір мотоктан 100 метрден осындайдың 2-3-еуін көрдім. Қанша рет оқимын, менде осындайлар шығады. Так, бұл астында болса болды. Енді несеміз, енді столбик С накидом жіпті айналдырамыз, келесіне тоқимыз. Екеуін тоқимыз. Мен астына қарай қалдырып кеттім. Екеуін тоқимыз, сосын барып екеуін тоқимыз. Қараңыздар, бізде уже басшаға овальный болып, әдем болып келе жатыр. Енді ары қарай столбик С накидом тоже. Қараңыздар, мен столбик С накидомды тоқтым. Бұл столбик С накидомды. Мына жерде біз полуслобик тоқыған болатынбыз. Енді мына жағына біз столбик С накидом тоқып келе жатырмыз. Енді мына жағына да полуслобик тоқимыз. Қазір қараңыздар. Негізі полуслобик тоқылдыңыздар ма, сразу белгілеп кеткен дұрыс болады. Мен уже белгілемеймін, өйткені мен уже былай ашып қарасаңыздар, негізінде көрініп тұрады, қыздар. Мына жақтарда, мысалы, столбики без накида бір ғана қабат осындай кішкентай көрініп тұр. Полуслобикқа қарап қарасаңыздар, мына жақта уже, мына жерде уже бізде өзгерген, қараңыздар. Біреу, екеу, үшеу, үш жіпті, үш жіпті сразу бірден тоқып жүргеніміз көрініп тұрады. Столбики С накидом.
столбики с накидім. Бірінші екі жіп міне бірге тоқылған, одан кейін екі жіп бірге тоқылғаны былай қарасаңыздар көрініп тұрады. Сондықтан көріп үйреніңіздер. Белгі қалдыра алмай қалдым ау деп оны іздеп қайтадан сөгіп жүрудің қажеті жоқ. Мен басында сөгіп қайтып тоқидым. Белгілеуді ұмытып кетемін да. Мысалы мен мына жерде де белгілеп отқан жоқпын. Сіздер сразу белгілемей үйренсеңіздер, көзбен үйренсеңіздер, сразу үйреніп кетесіздер да. Сондықтан қыздар, қараңыздар, мына жерде столбики без накида тұр. Что-то мына жерде өзгерген, иә? Мына жерде 1, 2, 3 тігіс, 3 жіп бірдей тоқылып кеткен мына жерде көрініп тұр. Осы бізде полустолбик. Демек, мына жерде полустолбик тоқып тұрмай, мен ол жерге полустолбик тоқимын. 3 рет. 3 жіп тұр, 3-еуін сразу тоқимын. Кейінгі қатарда бізде қалай тоқылып тұр? Қалай тоқы дейді схемада? Бізде ары қарай столбики без накида, одан кейін барып, мына жаңа 17 мына жерде белгілеп қойдым, мына жерде белгілеп қойдым, осы жіптен 3-еу аласың дейді. Бір жіптен 3-еу аласың дейді. Ендеше кеттік. Ендеше кеттік, қараңыздар. Так. Мысалы, мен сіздерге қазір мына схеманы беріп жатырмын. Осы схеманы сіздер қатты қылып тоқитын болсаңыздар, мынандай шығатын 38-39 шығатын подошваңыз сізге мынандай кішірейіп қалады. Ол да менің басымнан өткен қыздар. Сондықтан орташа қылып тоқыңыздар. Ал мына жағына келген кезде, узкий жағына келген кезде, мынандай столбики без накида тоқитын кезде, сіздер кішкене жұмсағырақ қылып, жайырақ қылып тоқсаңыздар екен деймін. Осылай тоқыған кезде бізде әдемірек шығады. Ал енді столбики без накида. Әр тесікке кіргізіп жатырмыз біз. Соңғы петельканы ұмытпаңыздар. Соңғы петелька. Вот қыздар. Мына жерде біз 17-ші петелькаға келдік. Петля подъема. Петля подъема. Мына жерде мен белгілеп қойған едім. Осы белгіленген жерін қазір мен шешемін. Осы белгіленген жерінен мен бір жерден 3 рет столбики без накида тоқиын кеттік. Біреу. Тура сол тесікке қайтадан. Екеу. Тура сол тесікке қайтадан. 3. Петля подъемадан. Схема бойынша 1, 2, 3 столбики без накида алдық. Енді ары қарай мына жақына қарай көтерілеміз. Бұл жерде бізге көрсетіп тұрғандай, бірінші ретта қалай тоқыдық, бұл жерде столбики без накида тоқып келе жатамыз да. Одан кейін барып, бізде мына жағына біз полустолбик тоқсақ, енді мына жағына тоқу керек қой? Жоқ, ол жағын емес, тура соны бір қатар астынан тоқимыз. Өйткені мына біз қазір сол аяқ тоқып жатырмыз, сол аяққа кішкене былай қарай шығару керек болады размерін. Мына былай қарай кішкене кетіп, узкий қылу керек болады. Сондықтан біз схема бойынша тоқимыз. Так, міне 3 петелька тоқып алдым. Одан кейінгісі менде столбики без накида болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жағына келгенде жай тоқимыз. Жайырақ тоқимыз. Қатты тоқымаңыздар. Енді қараңыздар.
Мына жағында бізде алдыңғы қатарда былай тоқып келе жатқан кезде мына жерде бізде полустолбик тоқылған еді. Ол полустолбикқа емес, тура соның астыңғы жағына біз полустолбик тоқимыз. То есть мына біз столбики без накида тоқып келе жатырмыз ғой. Мына жерде бізде полустолбик тоқылған. Ал тура соның алдыңғы қатарына енді біз полустолбик тоқимыз. Сол аяқтың көлемін шығару үшін. Үшеуін бірге тоқимыз. Бізде бұл полустолбик. Ары қарай бізде столбики с накидом. Кеттік. Столбики с накидом. Столбики с накидом. Крючокқа біреуін аламыз. Ең бірінші екеуін тоқимыз. Крючокқа жіпті аламыз. Петляға кіргізіп, крючокпен жіпті шығарамыз да. Бірінші екеуін тоқимыз, одан кейін екеуін тоқимыз. Қатты қысып тоқымаңыздар, қыздар. Тағы да ескерсем. Тағы да крючокқа жіпті аламын, петелькаға кіргіземін. Крючокты үшіп, бірінші екеуін тоқимын. Одан кейін барып екеуін тоқимын. Крючокты жіпті айналдырамын, петелькаға кіргіземін. Үшіп, бірінші екеуіне. Одан кейін екеуіне тоқимын. Крючокқа жіпті айналдырамын. Бірінші екеуін, одан кейін екеуін тоқимын. Бізде қыздар қараңыздар, енді бізде последний петелька қалды. Міне последний петелька, 1, 2, 3, 4 рет шығарған, бір жіптен, бір тесіктен 4 рет шығарған петелькамыз тұр, және де предпоследний тұр. Осы предпоследнийға міне біз алдында мына последний, мына предпоследний, осы предпоследний алдында біз полустолбик тоқыған болатынбыз. Енді осы бір жіптен 2 рет столбик с накидом шығар деп тұрмын. Столбики с накидом. То есть бір петелькадан, мына петелькадан 2 рет столбик с накидом. Крючокқа жіпті ораймын. Крючокты 3 жіп тұр. Бірінші екеуін тоқимын. Одан кейін екеуін тоқимын. Қайтадан петелькамды крючокқа ораймын. Тура сол тесікке бірінші екеуін, одан кейін екеуін тоқимын. Енді келесі, уже біз предпоследний болдық. Енді последний. Ең бірінші алған полустолбиктан біреуінен 2 столбик с накидан шығарамыз. То есть келесі петелькаға міне. Мынау келесі петелькаға не дейді? Столбик с накидом. Крючокты жіпке ораймын. Ішке қарай кіргіземін. Бірінші екеуін тоқимын, одан кейін екеуін тоқимын. Қайтадан тура сол тесікке жіпті крючокқа орап, бірінші екеуін тоқимын, одан кейін екеуін тоқимын. Түсінікті ма қыздар? Енді бір петелькамыз тоқып болдық. Енді екінші петелькамызға 1 рет столбик с накидом, екіншісіне полустолбик тоқимыз қыздар. Бір тесікке аламыз, крючокқа жіпті алып, крючокты 3 жіп, бірінші екеуін тоқимыз, қайтадан тағы да екеуін тоқимыз. Тағы да тура сол тесікке крючокты кіргізіп, енді екіншісін полустолбик қылып тоқимыз. Енді үшіншісіне мен қыздар қайтадан түсіндіріп өтейін. Ең басында біз бір петелькадан 4-еу шығарған едік, 4 рет полустолбик шығарған едік. Енді біз біріншісін тоқыдық, екіншісін, енді үшіншісін тоқып жатырмыз. Әрқайсына 2-2-ден кіргізіп жатырмыз. Енді мына үшіншісіне бізде 2 рет плюс деп жазылып тұр. Демек біз бір тесікке 2 рет столбики без накида тоқуымыз керек деген сөз. Біреу, екеу. Одан кейін келесі петелькаға бір стрелкадан 2 рет столбики без накида дейді. Тағы да 2 рет мына тесіктен. Біреу,
екеу. Бір жіптен 2 петелька шығарамыз. Одан кейін барып, мына жерде предпоследний жіпке полустолбик тоқыған едік. Енді біз бір рет полустолбик тоқимыз, бір рет столбик с накидом тоқимыз. Бір рет полустолбик. Өйткені біз мына жақта уже кәдімге қайтадан столбики с накидом тоқу, мына жерде қайтадан столбики с накидом тоқуымыз керек. Сондықтан жіпті қайтадан көтереміз. Бірінші полустолбик көтереміз, бірінші полустолбик, екіншісі столбик с накидом. Қайтадан сол тесікке, бір тесікке кіргіземіз. Бірінші екеуін, одан кейін екеуін. Столбики с накидом тоқимыз. Столбики с накидом. Одан кейін полустолбик тұрған жерге қайтадан полустолбик тоқимыз. Кетті, крючокқа жіпті аламыз. Енді бұлардың біртіндеп қана тоқимыз. Мына жерде біртіндеп қана тоқылып тұр ғой. Тек қана бір-бірден. Бірінші екеуін тоқимыз, одан кейін екеуін тоқимыз. Столбики без накида тоқ. Мына жерде 3 жіп бірдей, 1, 2, 3 жіп бірдей тоқылып кеткен көрініп тұр. Мына жерде өзі орташа болып, бойы кішкене орташа болып өзі көрініп тұрады. Крючокқа жіпті аламыз да, осы полустолбик тұрған жерге полустолбик тоқи саламыз. Қалғанның барлығы не істейміз? Столбики без накида. Столбики без накида. Столбики без накида. Біреу. Санамайым. Мен санасам, біріншіден миым ашып кетеді. Екіншіден балаларым шулағанда мен санаған ұмытып қалам. Сондықтан мен мына жерде қалай тоқылып тұр, схемада қалай көрсетіліп тұр, мен тура солай тоқи беремін. Так, мен қазір столбики без накида тоқып жатырмын. Әр тесікке біртіндеп кіргіземіз бұны. Мына ортасындағы тесіктен біреу, екеу, үшеу алғанымыз көрініп тұр. Осы үшеуден біз қазір алтау жасаймыз. То есть бір петелькаға екі-екіден кіргіземіз. Біреуінен, біреу. Осы жақтарды кішкене қатырамыз, орташа тоқыңыздар босырақ. Екеуін. Ортасындағы тесікке тағы да біреу. Тура сол тесікке қайтадан тағы біреу. Екеу болады. Келесі үшіншісіне біреу. Тағы біреу. Міне қыздар, қараңыздар, бізде схемамыз бойынша 38-39 размерді мен осы жерін аяқтаймын. Өйткені мына оски жағы мен аяғыма дәл келіп тұр. Ал егер де сіздерге бұл размер кішкентай болып қалатын болса, схемада ары қарай қалай тоқылғаны көрініп тұр. Демек, сіздер әр қайсына столбики без накида қосып шығасыздар. Әр қайсына бір без накида тоқисыздар. Әр қайсына да тек мына бас жағына келген кезде 2 рет столбики без накида тоқисыздар болды. Қалғандарының барлығы тура осылай столбики без накида қайталай береді. Соңғы рядқа келген кезде бір рет столбик с накидом екеу, біреу, сонымен бізде аяғымыздың размері тоқтайды. Қараңыздар, бізде сол аяғымыз жақсы шықты, формасын көріп отырсыздар. Сол аяқтың формасы шықты ма? Шықты. 30 размерге негізінде бұл келеді. Біз қазір тағы да осындайдан тағы да біреу тоқимыз сол аяққа. Сосын ол екеуін бірге біріктіреміз.
оң аяққа тоже 2 рет тоқимыз. Шешеттерінің барлығы қайтадан тоқылады, ол жағын уайымдамаңыздар. Мен сіздерге енді қазір көрсете салайын деп жатқаным, мына размер сіздерге келмесе, столбики без накида мына жағына дейін тоқи бересіздер. Біртіндеп тоқып шығасыздар. Тура осылай, ешқандай да қиындығы жоқ. Столбики без накида. Тура осылай қыздар, жарай ма? Осылай соңына дейін тоқи беріңіздер. Менде мына жіп қолданылған жіп. Қолданып қайтадан сөйтіліп кеткен жіп. Сондықтан менде бір жері жіңішке болып тұрған жері сондықтан. Жарай ма қыздар? Осылай міне соңына дейін. Міне қыздар, осылай соңына дейін столбики без накида тоқи береміз. Сонда бұл размер 40-шы аяққа да келіп қалады. Мына жуан 38-39 бірақ аяқтарында жуан кісілерге осы размер келеді негізінде. Столбики без накида соңына дейін тоқып шықсаңыздар. Ал менікі 37-38, маған осы пойдет деген қыздарға мынау соңғы жағына біз әр тесікке 2-2-ден кіргізіп қой, 2, 4, 6, 2-2-2-ден. Енді мына соңғы петелькаға келген кезде біз жібімізді крючок, міне соңғы петелькаға келген кезде келесі петелька тұр ғой, міне келесі жанында, соған мен крючогымен жібімді кіргіземін да, крючокпен жіпті алып шығамын да, мынау петелькамен мынаның ішіне кіргіздіремін. Қырқа салам, бірақ мына жібімді мен қазір қырықпаймын. Өйткені мен бұл подошваны сіздерге көрсету үшін тоқып жатырмын. Міне осылай алып шығамыз. Мына жерден ғана қырқасыздар, қырқатын болсаңыздар міне. Артық қырқудың да қажеті жоқ қыздар. Одан кейін барып не істеймін? Мына осылай тұрмайды. Көрінбес үшін қаратыңыздар былай қарай. Келесінің жанынан крючокпен аламын да осылай шығарам. Соңына дейін шығардым. Шығарған соң қайтадан мынаның жанынан шығарам. Одан кейін мынау келесі петельканың астыңғы бөлімінен жібімді полностью шығарамын да. Осымен бітті. Осымен аяқталды қыздар. Сол аяғымыз әдемі шықты. Енді мына жақтағы бізде жаңағы мына жалғау жіптердің барлығын осылай астыға қарай тауып жібереміз. Көрінбес үшін. Мына жіптердің барлығын тауып жібереміз. Осылай крючокпен келесі жіптердің астына, одан кейін барып мына тура сол қаттардың жіптердің астына осылай тауып жібереміз. Дәл осылай барлығын қысқартып шығамыз.